Сәлем балапан, бүгін мен саған балапан қалай күнін өткізетінін көрсетемін. Қазір таңғы уақыт, балапан әлі де ұйықтап жатыр. Қайырлы таң. Балапан қанекей тұра ғой, таң атты. Мынаны қара балапан, бұл сағат ол уақытты көрсетеді. Қысқа тілі сағатты көрсетсе, ұзын тілі минутты көрсетеді. Егер ұзын тілі жоғарыны көрсетіп тұрса, бұл таң атқанын білдіреді. Қазір таңғы 8. Таңғы 8-де балапан жуынады. Тісін тазалайды және тараны. Енді ол тап-таза. Жуынып болған соң балапан жаттығу жасайды. Ол жаттығуды дені сау болып өсу үшін және күшті болу үшін күнде жасайды. Рас па балапан? Сағат 9 болды. Таңғы ас өте маңызды. Балапан күнделікті дұрыс тамақтанады. Сондықтан да оның күші көп. Таңғы сағат 10 болды. Таңғы ас ішіп болған соң балапан аулаға достармен ойнауға шығады. Ол достармен балалар ойын алаңында кездесіп қызықты ойындар ойнайды. Сағат 12 болды. Түскі ас ішетін уақыт. Балақайлар түскі ас ішетін уақыт келді. Ас болсын балапан. Балапан өте қатты шаршады, оған кішкене жатып ұйықтау қажет. Сондықтан да түскі астан кейін балапан ұйықтайды. Сағат күндізгі 3 болды. Тұру қажет балапан. Мінекей сағат күндізгі 3 болды. Балапан тағы да қызықты ойындар ойнауға дайын. Ол көлікпен ойнады. Сурет салды. Мұнара тұрғызды. Және өзінің сүйікті пойыздармен де ойнады. Мінекей кеш болды. Сағаттың тілі кешкі 6-ны көрсетіп тұр. Кешкі 6-да балапан кешкі ас ішеді. Бүгін оның кешкі асында не бар екен? Асқабақ өте дәмді. Балапан ұйықтар алдында қызықты кітаптар оқуда. Кітап оқу өте қызықты. Кешкі сағат 9 болды. Балапан ұйықтауға дайындалуда. Осылайша балапанның бір күн өтті. Қайырлы түн балапан. Осылайша ол қалың ұйқыға батып тәтті түстер көріп жатты.